Сәлем достар, жүгері шашағы шипалы ма? Мені жоғалтамас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Жұртшылық арасында жүгері шашағын дертке шипа береді деп пайдаланушылар өте көп. Ал ол қаншалықты рас? Төменде біз осы жөнінде айтатын боламыз. Мамандар жүгері шашағының бауыр, өт қабы ауруларына ем екенін дәлелдеген. Сондықтан дәрігерлер де оны емге пайдалануға кеңес береді. Гепатит, холецистит, холангит, тас байлануы сияқты аурулар кезінде дәрі-дәрмектер қолданылады. Оған қоса жүгері шашағын қолданса, ол қан құрамындағы билирубинді азайтады. Өттің қоюлануын болдырмайды. Жүгері шашағының емге қайнатпасы, тұнбасы қолданылады. Ащы шай ретінде де ішуге болады. Өттің дұрыс жүруі үшін жүгері шашағын тұнба ішіп тұру керек. Ол былай әзірленеді. Ыдысқа бір қасық жүгері шашағы салынады. Үстіне бір стақан қайнаған су құйып, 1 сағаттай мықтап жауып қояды. Сосын сүзіп алады. Мұныны күніне 3-4 рет бір ас қасықтан ішіп тұру керек. 2 апталық курс асқазан ішек жолдарына, бауырға өте пайдалы болады. Жүгерінің қайнатпасы, гепатит, холецистит, өт жолдарының дискинезиясы кезінде өте ем. Оны былай әзірлейді. Эмальді күрешкеге 2 ас қасық жүгері шашағы салынады. Үстінен қайнатылған жылы су құйылады. Сосын қақпағын жауып, кастрөлдегі қайнап тұрған су моншасына орналастырылады. 15-20 минуттан соң алып, суытады да сүзіп, үстінен тағы да стақан толғанша су құяды. Оны күніне 3-4 рет тамақтан соң 1 ас қасықтан ішіп тұрады. Жалпы қайнатпа тұнбаларды жылы күйде алдын ала шайқап барып ішеді. 2 апта ішіп үзіліс жасайды. Жүгері шашағынан жасалған сусынды шай ретінде ішіп тұруға да болады. Оған қара қарақат жапырағы, жалбыз, жебір шөп, түйме ошаған, мың жапырақ қосып ішуге де болады. 1 стақан қайнаған суға 1 шай қасық шөп қосылады. 15-20 минут тұндырып, күніне бірнеше мәрте жарты стақаннан ішеді. Сонымен қатар, жүгері шашағын диабетке қарсы да қолдануға болады. Оның сығындысы дәріханаларда бар. 15-20 тамшыдан суға қосып, 1 ай бойы күніне 34 мәртеден ішіп тұру керек. 2 апта үзіліс жасап, қайта жалғастырады. 6 айға дейін қолданылады. Оны үйде дайындауға да болады. Ұсақталған 2 ас қасық шашақты жарты литр қайнаған суға салып, баяу отта 5-7 минут қайнатады. 30-40 минут тұндырып, күніне 3 мәрте ішіп тұрады. Оның әжептәуір көмегі бар. Қандағы қантты азайтады. Жалпы жағдайда жақсартады. Атеросклероздың алдын алу мен емдеуде де жүгері шашағының пайдасы бар. Ол жаман холестеринді азайтады. Бас ауруын, құлақтағы шуды басады. Ұйқы, есе сақтау қабілеті жақсарады. Емдеу курсы 3 аптадан, арасында 2 апта үзіліс, 4-6 ай бойы жалғасуы керек. Бүйрек ауруларына, циститті, тас байлану емдеуде де жүгері шашағының пайдасы көп. Зәр айдайды, қабынуды басады. Құмның бүйректен, несеп жолдарынан тез әрі жеңіл кетуіне септігін тигізеді. Жүгері шашағы, толғақ шөп, түйме ошаған шөптерінен тең мөлшерде алып, араластырып, 1 ас қасығына 2 стақан су құйып, су моншасында 15 минут ұстау керек. Сосын сүзіп алып, күніне 3 мезгіл астан кейін стақанның 4-1 мөлшерінде ішіп тұрады. Қазір пісіп, жетіліп, саудадан молынан сатылып жатқан жүгері шашағының осындай шипалық қасиеті бар екен. Дегенмен де
оның да кей жағдайларда жағымсыз әсері беретіні бар. Мысалы, оны жүкті әйелдер қолданбауы керек. Аллергиясы барлар да абайлап қолданған абзал. Вена қан тамырлары кеңейген, тромбофлетке ұшыраған, қаны тым тез ұйығыш жандарға да ол жайсыз тиеді. Тамаққа тәбеті төмен адамдар оны қолданса, тәбеті одан самай төмендейтін болады. Зәр қуатын қасиетке ие болғандықтан ұзақ уақыт қолданса, ағзадағы калий мен магнийді азайтады. Осы жағына абай болу қажет. Дәстүрлі Қытай медицинасы жүгеріні денсаулыққа пайдалы қасиеттері бар деп санайды. Бірінші, қан кетуді тоқтатуға көмектеседі. Бұл үшін дәстүрлі Қытай медицинасы қолданылады. Екінші, зәрдің бөлінуін күшейтуі мүмкін. Жүгері жібегі Қытайда зәр шығару проблемаларын емдеуге арналған құрал ретінде қолданылады. Әдетте оны шай немесе ұнтақ түрінде ішеді. Жүгері диуретикалық қасиетке ие. Үшінші, денені детоксикациялауға болады. Диуретикалық қасиеттер арқылы жүгері несеп инфекциялармен күресуге және ағзаңызды уытсыздандыруға көмектеседі. Төртінші, бұл гепатит сияқты кейбір медициналық емдеуге көмектесе алады. Қытайдың дәстүрлі медицинасы осылай деп есептейді. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.